менің қыздарым жылдық қорытынды жасайын деп жатыр. Bir жылға алған грамоталарын санаймыз енді. Папа қашан ақша бересің деп жүр маған. Әр грамотаға ақша берем деп уәде еткем ғой. Уәде. Ал Каусардан бастайық онда, иә? Каусар қызым интеллект, физика, математика мектеп лицейін 8-ші сыныпты үздік бітірген үшін. Вай, молодец мен қызым. Құтты болсын. Так, 5 теңгеден ғой, санап отыра беріңдер. Ал таеквондодан Қонаев қаласына Алматыға бар бірінші орын алғанын, иә? Грамотасы. Молодец мен қызым. Мынау Шымкент қаласында бірінші орын алған, иә, таеквондодан. Қанша болды? 15 мың ба? 15. Так, мына екінші орынға қанша береміз? 2000. Таеквондодан тоже, екінші орын. Таеквондоға енді бір қиықты, бір жыл енді болды қатысып отқандар. Молодец, күшті нәтиже. Тиктоктағы тіл мәдениеті пайдасы мен зияны тақырыбында үздік жұмыс көрсеткені үшін дейді. Молодец, құтты болсын. 2000 теңге. Қанша ол? 19 000 теңге болды ма? Ағылшын тілі пәнінен өткізілген Red X деген интеллектуалды сайыс сабағына қатысып, жүлделі орын алған үшін дейді. Общий 20 000 деп жабайық та. Тағы бір грамота бар ма? Қандай грамота бар? Тағы бар. Орыс тілден мәнерлеп оқу, иә? Одан қаншасыншы орын алдың? Орыс тілден оны шығармадың ба? 25. Ол онлайн жіберген ғой. Онлайн жіберіп, маған шығарып берші деді, менің қолым тимеді. Бірінші орын алдың ба одан? Онда 25 000 болды. Ақбота олимпиададан екінші орын алдым. Ақботадан екінші орын. Общий 27 000 ба? Дұрыс па? Құтты болсын, мен Каусар қызымнан бастайыншы үлкеніне. 25. Ақшамды майдылап дайындап қойдым ғой мен. Міне. Мамаңа көрсетіп мақтанып қойсаң болады енді. 27 000 теңге. Мынау таеквондодан аған медальдары ғой. Жаңа мен әдемі қызым мен мойныма тағып жатыр ғой. Қазір бәрін ең соңында мойныма тағып алам. Ал енді келесі кезек Жанеркеде, е? Жанерке. Интеллект, физика, математика мектеп лицейі мадақтама дейді. 1-4 алып қаптым мен қызым. Мейлі, келесі жол үздік шығасың деп ойлаймын келесі жылы. Саған мотивация болсын. 5 000 теңге саған. Ал келесі кезекте менің Жасмин қызым. Жасмин қызым. 5-ші В сыныбын үздік оқыған үшін марапатталады. Қалымбет Жасмин дейді. Алтыным менің. Домбырадан алған грамоталары Домбырадан бар еді грамотаң, тағы? Бірінші орын алған еді домбырадан. 10 000. Ағайларына рахмет, Дәуіржан ағайына, Құрманғазы ағайына домбырадан беретін. Таеквондодан Дәуіржан ағайына. Апайларыңа рахмет сендерді. Осындай білім беріп, оңай емес мұғалім болуда, тренер болуда. Ал, әкел, Гауһартай көрейік. Гауһартайым, мен грамотасы көп қой, мен Гауһартайым. Физика, математиканы үздік бітіргені үшін дейді. Алтыным менің. 4-ші сынып аяқтарын, е? Интеллект, физика, математика мектеп лицейін 4-ші А сыныбын 1-ші дәрежелі диплом дейді. Алтын сақа математикасынан 1-ші орын алған. Математик қой бұл, атасына тартқан мен Гауһар қызы. Өзі атасы қойған атында, Гауһар деп. Так, 3-ші орын дейді. Диплом, алтын қыран, ерекше дарын иесі дейді. Молодец. Қанша болды? 12 000 болды, Сертификат дейді. Қалымбет Гауһар алтын қыран, ерекше дарын иесі дейді. Молодец. 15 000 дейік. Ал енді мынау диплом Хваранг таеквондодан 2-ші орын алған үшін дейді. Так, 17 000. Мынау диплом, 2 рет қатыстың ғой, Шымкент қаласындағы, Молодец. Общий 20 000 ба? 20 000 дейге. 1000 теңге. 1000 теңге берейік та енді баласы. Баласы қызған. Баласам қызған. Әке баласаң күн көреміз енді. Баласа қыз. Әке мен медалін бершіш медалін. Медалін. Мені мен балауса қызымның медальдар. Bir медалі ған, bir медаль. Адемді өдейм, адем. Адемді өдейм қызым. Мынау Гауһар қызым медальдар. Күшті тренд түсірсеңдер болады екен ғой, аяқ киім киіп түсіретінші. Ең ценный осы болып тұр ғой, Қонаев қаласынан, Каусардың. Ал, балаусаның несін көрейік грамота. Балаусада да көп екен ғой грамота. 1-ші сыныпты үздік аяқтағаны үшін Қалымбет балауса дейді. Жаным менің, молодец. 5 000. Тойота деп тұр. Таеквондодан 1-ші орын алған үшін дейді. Молодец, 10 000.
Taekwondoдан екінші орын алған үшін дейді. 12 мың. 3 рет қатысқан менің қызым Шымкент қаласындағы таэквондоға. Тоже екінші орын таэквондодан. Мынау интеллект, физика, математикадан 3-ші орын алған дейді. 1-ші А сынып. Неден? Тәуелсіздікке. Мәнерлеп оқу ма? Ой, молодец. 16 Общий қанша? 16 мың. Жаңа Гаухардың 1000 теңгесін не аламыз, саған 15 мың. Дұрыс па? Ондай емес. Ойнап айтып отырмын. 20 мың саған да. Ал, құтты болсын енді. Аруна ше. Арунаға бермей-ақ не алады бұл? Грант алдың ба сен? Иә? Қан гранты. Арунаға 1000 теңге. әпшелер сабаққа кеткен кезде мамасына көмектескені үшін, әдеміге қарағаны үшін, е? 500 теңге болады ғой саған? Ей, нормально ғой? Болды. 4500 теңге бар. Как раз майдасы. Жете ма? Әдемі ма? Ей, нормально ғой? Жанеркемен бірдей болады. Жанерке екеуің бірдей отырсың ғой. Жанерке оқып, грант алып 5000 теңге алып отыр, сен үйде жүріп 4500 теңге алып тұрсың. Көп қой Аруна. Рахмет. Сабақтарыңды 5-ке оқыңдар. Сендерге сенем. Тек қана алға ғой. Чемпион болыңдар. Домбырадан халықаралық жарыстарға қатысыңдар.